Ассаламу алейкум, құрметті достар. Бүгін біз сіздерге қызыл барқыт тортын дайындауды көрсетеміз. Бұған керекті заттар: сары май 110 грамм, шекер 300 грамм, ұн 340 грамм, какао ұнтағы 20 грамм, 2 жұмыртқа, тұз, шым-шым, айран 250 мл, ас содасы 1 шай қасық, қамыр қопсытқыш 10 грамм, сірке суы 6%, 1 шай қасық, және де ас декор қызыл бояуы. Алдымен қызыл барқыт тортын бастамас бұрын 250 мл айранымызға 1 шай қасық содамызды қосып 10 минутқа қоямыз. Қатты толтырмаймыз. Жақсылап араластырып 10 минутқа қоямыз. Осындай үлкендеу ыдысқа жасағаныңыз дұрыс, себебі сода қосқасын бұл қазір көбейеді, көпіршіп үлкейеді. Енді құрғақ заттарды араластырып аламыз. Ол үшін ұн, какао, барлығын елгезерден өткізіп дайындаймыз. Үстіне какао ұнтағын қосамыз. Қамыр қопсытқышты қосамыз. Және де шым-шым тұзымызды қосамыз. Осының бәрін өткізіп, жақсылап араластырамыз. Осындай ірі ұсақтары қалып қоймас үшін елгезерден міндетті түрде өткізу керек. Міндетті түрде жақсылап араластыру керек. Міне осындай болып біркелкі болғанша араластырамыз. Алдымен 110 грамм сары майымызды миксерімізге саламыз. 300 грамм шекерімізді қосамыз. Бес минут, 10 минут аралығында жақсылап араластырамыз. Бес пен 10 минут арасында араластырғаннан кейін жұмыртқамызды кезекпен салып араластырамыз. Біреуін саламыз, жақсы араласқасын екіншісін саламыз.
Енді сірке суын құямыз, 1 шай қасық. Алдын ала дайындап қойған айранымызға қызыл бояуымызды қосамыз. Бір шай қасық қызыл бояуымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Осындай қызыл түске енеді. Дайындаған какао ұнымызбен және кефирімізді кезекпен 3-ке бөліп, кезектен құямыз. Қамырымызды ұзақ араластырудың қажеті жоқ. Тек біркелкі болғанда тоқтатамыз. Мінекей осындай қою қамыр шығады. Сұйық болмау керек. Оны аз болса да қамырымыз дұрыс шықпайды. Енді 23 диаметрлік формамызды алып, оған пергамент қағазын төсеп, қамырымызды 3 бөлікке бөліп саламыз. Духовкамызды алдын ала 180 градуста қыздырып қойып, қамырымызды 180 градуста 12-15 минут аралығында пісіріп аламыз. Ұзақ уақыт пісіруге де болмайды. Бетіне қоңыр түсі енген сәтте пештен шығаруымыз керек. Пештен шыққан соң, коржымыздың әбден суығанын күтіп, формасын шешіп аламыз. Формасын шешіп алып, осындай решеткаға төңкеріп қоямыз. Әбден суығаннан кейін кремін дайындап жағамыз. Енді қызыл барқыт тортының кремін дайындаймыз. Оған керекті заттар: сливки 33%. Сливкиді алдын ала қолданбастан бұрын тоңазытқышта 7-8 сағат бұрын салқындатып алыңыз. Және де қолданар алдында қаттырақ шайқаңыз. Маскарпоне және де қант ұнтағы.
Сливкиді қолданар алдында шайқап 500 грамм 500 мл өлшеп аламыз. Және де маскарпоне 250 грамм, қант ұнтағы 200 грамм. Алдымен маскарпоне 250 грамм алып, сахарный пудрамен араластырып аламыз. Қант ұнтағын қосамыз. Енді миксерлейміз. Қант ұнтағы мен маскарпоне араласқаннан кейін сливкиді қосамыз. Бірінші 1 минут жай жылдамдықта араластырамыз, содан кейін 5 минут жоғары жылдамдықта араластырамыз. Креміміз дайын. Осындай қою болады. Көп араластыруға болмайды. Бірінші 1 минут жай жылдамдықта, содан кейін 5 минут жоғары жылдамдықта араластырамыз. Осындай қою крем дайын болған кезде тоқтатамыз. Енді қызыл барқыт тортымызды әсемдеуге кірісейік. Енді кремімізді арнайы пакетке саламыз. Кондитерлік пакет. Басын қиып аламыз. Корждарымыздың бетін тегістеп, артық жерін кесіп аламыз. Ол бізге артынан кейін тортты сәндеуге керек болады. Енді тортымызды әсемдейік. Кішкентай қасықпен шеттерін басып шығамыз. Үстінен екінші коржымызды абайлап, ақырындап қоямыз. Енді үшінші коржымызды қоямыз. Мінекей, осылай әсемдейміз. Енді жаңағы корждарымыздың бетінен алынған бөлшектерді блендермен ұсақтаймыз.
мінекей осындай болып ұсақталады. Осылай тортты ашық қалдырсаңыз да болады. Айналдырып осы ұнтақты бетіне сеуіп шықсаңыз да болады. Мен тек ортасына себем. Мінекей достар, осымен қызыл барқыт торты дайын болды. Ұнаса лайк басыңыздар, ұнамаса дизлайк бассаңыздар да болады. Сау болыңыздар.